Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Мұхтар Кабулович Әблязов бір қазақ үшін батыр, қайраткер мен болашақ президент болса, екінші қазақ үшін сатқын, ұры және Назарбаевтан кешірім сұраған қорқақ. Сіз Әблязовты ұнатсаңыз, осы видеоға лайк басыңыз. Достар, Әблязов туралы не ойлайсыз? Пікіріңізді жазыңыз. Не болса да оны суық хабар күтті. Әблязов Францияда ұсталды. Мұхтар Әблязов Франциядан экстрадициялануы мүмкін. Франциядағы босқындар ісі жөніндегі сот Мұхтар Әблязовты алаяқтық жасады деген айыппен Қазақстанға экстрадициялау мүмкіндігін қарастыруда. Сондай-ақ оған елде саяси босқын ретінде қалуға рұқсат етілуі де мүмкін. Әблязовтың мәртебесі туралы шешімді Францияның баспана беру жөніндегі ұлттық соты сында шығаруы тиіс. Paris Match зерттеуіне сүйенсек, қазақстандық олигархқа баспана беру туралы шешім француз саясаткерлерін алаңдататын көрінеді. Себебі олар тісіне Әблязовқа елде қалуға рұқсат берсе, бұл олардың Қазақстанмен қарым-қатынасын нашарлатады деп қауіптенеді. Айта кетейік, Франция мен Қазақстан арасында маңызды қорғаныс және уран келісім шарттары бар. Мұхтар Әблязов Қазақстаннан 2009 жылы кетті. Осыдан кейін ел билігі оны банктен 75 миллиард доллар жымқырды деп айыптаған еді. Қазіргі кезде ол Францияда саяси баспана алуға тырысуда. Достар, негізі нағыл қылмыскер Әблязов емес, Дариға Назарбаева. Біз Назарбаеваның соттауын талап етеміз. Сондықтан бірқатар сұмдық ақпаратты шығарғымыз келіп тұр. Тыңдаңыз. Тасмағамбетовтің сұмдық әрекеттері. Советтік комсомол жетекшісі тәуелсіз Қазақстанда авторитарлы биліктің орнығуына атсалысып, әкім, министр, премьер-министрге дейін өскен Иманғали Тасмағамбетов зейнет жасына толысымен мемлекеттік қызметтен босатылды. Кей сарапшылар саяси амбициясы бар зейнеткерді билік өзіне жақын ұстауға тырысады деп санайды. Әкім, министр, премьер, елші. Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Иманғали Тасмағамбетовті зейнет жасына толуына байланысты қызметінен босату туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығы 2019 жылдың желтоқсанның 18 күні Тасмағамбетов 63 жасқа толғаннан кейін 9 күннен соң жарияланды. 2017 жылғы ақпанның басынан бері Қазақстанның Мәскеудегі елшісі болып істеген Иманғали Тасмағамбетов өткен айдың ортасында Ресейдің Рязань облысындағы Қасымов қаласында Ораз Мұхаммед Сұлтанға қойылған ескерткіш тақтаны ашу салтанатына қатысқан еді. Орта ғасырда Ресейге барып, еліне қайта алмай, Орыс патшалығында жоғары қызмет атқаруға мәжбүр болған Қазақ хандығының өкілі және әдеби образ ретінде танымал Ораз Мұхаммед Ондан Сұлтанұлына мемориалдық ескерткіш орнату идеясының авторы Иманғали Тасмағамбетов екені Қазақстанның Ресейдегі елшілігі сайтында жарияланған ақпаратта жазылған. Арада бірнеше күн өткенде әлеуметтік желіде Тасмағамбетовтің Меккеде қажылық сапарда жүрген суреттері жарияланды. Артынша Тасмағамбетов елші қызметінен кетеді екен деген ақпарат тарады. Қазақстанның жоғары билігінде жүргеніне көп болған лауазым иелерінің арасында президент жарлығымен мемлекеттік қызметін әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік алғандар да бар. Совет тұсында еңбек жолын ауыл мектебінің мұғалімі болудан бастап, республика комсомолының жетекшілігіне дейін көтерілген. Ал Қазақстан тәуелсіздік алған соң президенттің көмекшісі, облыстың, елдегі екі ірі қаланың әкімі болған премьер-министрдің орынбасары, үкімет жетекшісі, мемлекеттік хатшы, қорғаныс министрі, президент әкімшілігінің басшысы тәрізді қызмет атқарып, жоғары биліктегі ықпалды шенеунікке айналған Тасмағамбетов жасы толысымен мемлекеттік қызметтен босатылып, зейнетке жіберілді. Тасмағамбетовтың қызметтен босатылғаны әлеуметтік желіде түрлі пікір тудырды. Бұл тұлға елшіліктен кетсе де, биліктен кетпеуге тиіс тұлға, биліктің беделі үшін деп жазады жазушы Смағұл Елубай. Әлеуметтік желі қолданушы Әлімжан Әшімұлы бүгінгі дейін елбасының сенімді серігі болып келген. Тасмағамбетті далаға тастамайтыны анық деп топшылайды. Журналист Ермұрат Бапи, Тас, Иманғали өзіне ұсынылған қызметтен бас тартты. Яғни, мінезі майысып қалмаса, ол бірте-бірте баррикаданың бергі бетіне шығуы тиіс. Егер Путин патшаның пәрменімен имаш дәл солай жүретін болса, қуырдақтың көкесін енді көреміз. Басқа вариант «Спокойная пенсионная жизнь» деген болжам жасайды. Демократиялық партия құру туралы бастама көтеріп жүрген белсенді Жанболат Мамай, мына саяси жүйеде біреуі кетіп, екіншісі келгенде тұрған түкте жоқ. Өзгеріс одан болмайды. Бұл саяси жүйе түгелімен құрдымға кетуі керек деп санайды. Назарбаевтың өнімі. Шаңырақ пен Бақайдағы халыққа көрсеткен қорлығын ешқандай сөздермен жоя алмайды дейді. 2006 жылы Тасмағамбетов Алматы әкімі болған кездегі оқиғаны еске салған Ерсайын Асанбаев есімді қолданушы. Эльвира Аблай болса, Назарбаев қашан зейнет жасына толады екен. Назарбаев Тасмағамбетовтен 20 жастай үлкен болса да, әлі 5 қызметте отыр деп жазыпты.
президенттің өнімі. 2014 жылы Иманғали Тасмағамбетовті қазіргі Нұр-Сұлтан, бұрынғы Астана қаласы қаласының әкімі етіп тағайындағанда сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев Тасмағамбетовтің істемеген қызметі қалмағанын айтқан еді. Назарбаевты рухани ұстазым, өзін Назарбаевтың өнімімін деп атаған Тасмағамбетов қандай қызметте жүрсе де Назарбаевтың сенімді серіктерінің бірі болып көрінуге тырысты. Ол мұны 2000 жылдардың басында Қазақгейт жанжалы кезінде Қазақстанның шетелдегі құпия шоты туралы ақпараттар шыққанда Назарбаевты ақтап мәлімдемелер жасағанда да қоғамның бір бөлігінің наразылығын туғызған жер кодексін парламентте қабылдатқызуға күш салғанда да байқатқан. Иманғали Тасмағамбетовті сынаушылар ол түрлі жауапты қызметтерде іргетасын нығайтуға өзі де белсене атсалысқан авторитарлы билікке адал және қажет кезінде қатаң шараға барудан тайынбайтын шенеунік ретінде танылғанын айтқан. Оппозиция Тасмағамбетов үкіметті басқарған кезде биліктің саяси қарсыластарының түрмеге қамалып, тәуелсіз басылымдар жабылғанын, ал ол президент әкімшілігінің жетекшісі қызметінде отырғанда парламент сайлауы әділетсіз, өрескел бұрмалаушылықпен өткенін айтып, өзгелермен бірге оны да айыптаған. Тасмағамбетов Алматы қаласының әкімі болған кезде Бақай мен Шаңырақ тәрізді елді мекендердегі сот заңсыз салынған деп таныған тұрғын үйлер жаппай сүрілді. Ол үйлерде қала әкімі әлеуметтік аутсайдер деп атаған. Алматыға әлеуметтік жағдайы төмен өзге аймақтардан көшіп келген қазақтар тұрып жатқан болатын. Шаңырақта ашынған тұрғындар мен билік күштері арасындағы қақтығыста полиция қызметкері қаза тауып, кейін 4 адам ұзақ мерзімге сотталды. Сол кезде 18 жылға қамалған диссидент ақын Арон Атабек жақында қайтыс болды. Ал сотталған Құрманғазы Өтегенов түрмеде әлі отыр. Құқық қорғаушылар Арон Атабекті саяси тұтқын деп таныған. Сонымен бірге Тасмағамбетовтың аты жөні Наурыз банк, Байқоңыр, ғарыш айлағына байланысты қаржылық дау-дамайларда да аталды. Иманғали Тасмағамбетов ол айыптаулардың барлығын жоққа шығарды. Бұған қоса, Қазақстан қоғамында Иманғали Тасмағамбетовті ауыр міндеттерді шеше алатын іскер басшы, ұлттық мәдениеттің жанашыры, қазақ интеллигенциясын топтастыра білетін адам деп санайтындар да бар. Үкіметте жүргенде идеология мәселесімен көп айналысқан Тасмағамбетов жайлы мұндай пікірді, әсіресе қазақ тілінде жазатын ақын жазушылар мен баспасөз өкілдері жиі айтады. Назарбаев президент болып отырған кезде келешекте оның орнын басуы ықтимал адамдардың арасында сарапшылар Иманғали Тасмағамбетовті де атайтын. Алайда Назарбаев саяси амбициясы зор өнімінің болашақта қауіпті қарсыласқа айналмауы үшін оны жіті бақылауында ұстайды деген болжамдар да айтылған. Мысалы, оның Астана әкімі қызметінен кейін вице-премьер болып аз уақыт істеп, кейін қорғаныс министрі қызметіне қойылғанын, Тасмағамбетовті әртүрлі қызметпен алдарқату десе, Қазақстанның Ресейдегі елшісі қызметіне тағайындалғанын шетелге айдауға жіберуге теңегендер де болған. Мұндай түрлі жорамалдарға қарамастан Тасмағамбетовтің өзі ол қызметтерді атқаруға қандай да бір қарсылық білдірген емес. Дегенмен оның жұмыссыз қалсам да депутат болғым келмейді, ондай қызмет берсе бас тартамын деп мәлімдегені де көпшіліктің есінде. Қазақстанды 30 жылға жуық басқарған Нұрсұлтан Назарбаев биыл наурызда президенттік өкілетін мерзімінен бұрын тоқтатып, орнына ұзақ жыл президенттіктен үміті бар ықпалды адамдар қатарында аталып келген Қасым-Жомарт Тоқаевты қалдырды. Ресейдегі елші қызметінде жүрген Тасмағамбетов Қазақстан тарихында алғаш рет президенттікке басқа адамның келгенін тек сырттай бақылаушылардың бірі болды. Жәлеп болған Дариға Назарбаеваның отбасылық құпиялары бірте-бірте шындыққа шығып жатыр. Бірнеше жыл бұрын туған ұлы Айсұлтан, Дариға мен Нұрсұлтан Назарбаев екеуі төсекте болған деп бәрін шошытып жіберген еді. Алайда Дариғаның тағы бір баласы да Рахат Алиев емес, басқа еркектен табылған екен. Сөйтіп, Дариғаның таныстары қазір тағы бір құпия ақпаратты жұртқа ашып жатыр. Венера Алиева, Дариғаның қызы, негізінен Иманғали Тасмағамбетовтан туған екен. Дариғаның шөп салып жүргенін марқұм Рахат та біліпті. Сондықтан да ол Назарбаевтан Иманғалиді өлтіруге рұқсат сұраған екен. Бұл туралы сіз біздің елбасы телефон жазбалары туралы видеомыздан біле аласыз. Бірақ та Рахат Алиев Дариғаға зиян келтіргісі келмей, бұл туралы Крестный тест кітабында айтпады. Дариғамен ұйықтаған тағы бір адамның аты Нұрлан Балғымбаев деп айтылады. Бұрынғы достары Дариғаны Нұрлан мен сексті ұнатқанын айтып отыр. Бұны тіпті Ахметжан Есімов та дәлелдеп жүр. Дариға болмаса, премьер-министр тағында отырар едім деп жүрген оның сөзіне сенсек, Дариға әкесі елбасынан өзінің жігіті Нұрлан премьер болсын деп сұраған екен. Есіңізге салсақ, Тасмағамбетов совет кезеңінде комсомол жетекшілерінің бірі болып, тәуелсіздік кезінде президенттің көмекшісі, Атырау облысының, Алматы қаласы мен Астананың әкімі және қорғаныс министрі қызметтерін атқарған.
Ол Қазақстанның Ресейдегі елшісі болып, 2017 жылы ақпанда тағайындалған. Тасмағамбетовті бұл қызметке сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев тағайындаған еді. Тасмағамбетов 1970 жылдары карьерасы жаттықтырушы және ауыл мектебінде мұғалім болып бастаған. 1986 жылы Гурьев обкомының бірінші хатшысы болып тағайындалды. 1989 жылы Қазақстан жастарының Лениндік коммунистік одағы орталық комитетінің хатшысы болды. 90 жылдардың басында жастар ісі комитетін басқарды, президент көмекшісі қызметін атқарды, премьер-министрдің орынбасарлығына тағайындалды. 90 жылдардың соңымен 2000 жылдардың басында Атырау облысының әкімі болды. 2002 жылдың қаңтары мен 2003 жылдың маусымында премьер-министр қызметін атқарды. Бұл қызметтен соң мемлекеттік хатшы, президент әкімшілігінің жетекшісі болды. Иманғали Тасмағамбетовпен шаңырақ оқиғаларын байланыстырады.